Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сонымен біз аптасына бір мәтін оқуға келістік. Солай емес пе? Онда бастайық. Сонымен мәтінді оқымас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңізші. Сіз өтірік айтып көрдіңіз бе? Қандай жағдайларда өтірік айтуға тура келді? Сізді біреу алдаса, қандай сезімде боласыз? Осы сұрақтарға шынайы жауап беріңізші. Ал енді біз мәтіннің мазмұнына осы суреттер арқылы болжам жасап көрейік. Мәтінді әлі оқыған жоқпыз, бірақ мәтінде осы суреттегі бейнелер бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, патша, құмырадағы гүлдер, балалар және таразы. Енді мәтіндегі жаңа сөздер мен сөз тіркестері, яғни қиын болады ау деген бірнеше сөздер мен сөз тіркестердің түсінігін беруге тырыстық. Мысалы, қол ұшын беру, көмектесу, яғни мен анама қол ұшын беремін десеңіз, көмектесемін деген сөз. Адами құндылықтарға жақсылық жасау, көмектесу, құрметтеу, сыйлау сияқты жақсы әрекеттер жатады. Шалғай жер, алыста орналасқан мекен. Мысалы, ауылға баратын болсаңыз, алыс жерде орналасқан, ата, әжем шалғай жерде орналасқан ауылда деп айтсаңыз болады. Мән беру, көңіл аударып қарау, кез келген жағдайға, кез келген әрекетке мән бере қарау керек. Айрықша деген сөз бар, ол ерекше дегенді білдіреді. Жасы келу, қартаю. Жасы келу, қартаю. Яғни, жасына жас қосылу, 70, 80, 90-ға келген үлкен кісілерді жасы келген деп айтады екенбіз. Сонымен қатар осы мәтінде моншақ туралы айтылады. Қара бір түйір қара моншақ, Ол жайында мәтінді оқығанда білетін боласыздар. Ал осы жерде кәдімгі тізбектелген моншақ көрсетіліп тұр. Мына гүлдердің атаулары да бар. Әппақ раушан гүл, қалампыр, қалампыр жоқ, бірақ сіздерге біліп жүрсін деп осы гүлді қосып қойдық. Шегір гүл деген бар, лала гүл деген бар. Бұл гүлдерден басқа тағы да бірнеше жаңа сөздерге тоқталдық. Мысалы, мұрагер, иесі қайтыс болған соң, мал мүліктің иесі болу, немесе мұраны алуға құқысының болуы. Әрбір бала өз ата-анасының мұрагері, немесе ата-әжесінің мұрагері деп айтуға болады. Таңдауға бекінді, таңдауға шешім қабылдады. Бекіну, шешім қабылдау. Шатаспай табу, қателеспеу деп айтуға болады басқаша. Бар ықыласпен қарау, барлық күшін салып қарау. Көктемеу, өспеу, мысалы гүл көктемеді, немесе басқа бір жеміс, жидек көктемеді десе өспей қалды, шықпай қалды деп айтуға болады. Баптау, күту, қарау. Гүлді баптаған сияқты, баланы да баптап қарау керек. Қауышу, кездесу дегенді білдіреді. Және осыдан кейін мәтінді оқимыз. Мәтінді бір-ақ рет емес, 5, 6, тіпті 10 ретке дейін оқыған дұрыс болады. Сонда нақты жақсы түсініп, біз Quizzes платформасында өте оңай орындайтын боламыз тапсырмаларды. Quizzes платформасындағы ойынға өтпей тұрып, алдымен осы сұрақтарға жауапты ата-анамызға беруіміз керек. Адами құндылықтарға нелер жатады? Яғни бұл сұрақтардың барлығы сол оқыған мәтініміз бойынша, мәтіннің мазмұны бойынша берілген. Патша қандай адам болған? Ол қартайғанда балаларды не үшін жинады? Патша балаларға не берді? Ол затты не үшін берді? Балалардың әрекетін айтуыңыз керек. Яхия деген бала неге қайғырды? Әңгіме қалай аяқталды? Және сізге осы әңгімеде не ұнады, және не нәрсе ұнамады? Ұнаса да, ұнамаса да, оның себебін айтуға тырысамыз. Сонымен құрметті оқырман, егер сізге мәтін ұнаса және осы видео көңіліңізден шығып жатса, лайк басып,
астына комментарий жазып кетіңіз. Сізге қойылған сұрақтардың ең аз дегенде 1-2-іне жауап жазып кетсеңіз, біз сізге риза боламыз. Келесі мәтінге дейін сау болыңыз.